Жарқыраған шамдар, зәулім ғимараттар, үлкен қаладағы тынымсыз өмір. Біз Оңтүстік Кореяны көбіне кей-поп, дорамалар мен сән әлемінің орталығы ретінде танимыз. Бірақ 2021 жылы бір сериал шығып, хит қана емес, нағыз мәдени феноменге айналды. Первая игра. Тише едешь, дальше будешь. Тише едешь, дальше будешь. Раз, два. Игрок 324 выбыл. Попался, придурок. Әрине сөз кальмар ойыны туралы. Netflix түсірген бұл жоба әп сәтте бүкіл әлемге танымал болды. Қызықты сюжетімен, қорқынышты ойындарымен көрермендерді қызықтырған еді. Бұл жай ғана ойдан шығарылған дүние сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ бұл идея қайдан шықты? Шынымен де бұл сериал тек сценаристердің фантазиясы ғана ма? Әлде оның астарында әлде қайда терең нәрсе жатыр ма? Сәлем достар, сіздермен Асия. Қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп, бейнеролик ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ендеше, бұл сериалда болған ащы шындықты бірге талқылайық. Енді бәрін рет-ретімен қарастырайық. Бұл идея бір түрлі көрінуі мүмкін. Қалайша кальмар ойыны шынайы оқиғаларға негізделуі мүмкін. Сонда шынымен біреу адамдарды осындай жасырын ойындарға қатыстырған ба? Алдымен сериалдың визуалды стиліне назар аударсақ. Мысалы, ойыншыларға бірдей спорттық форма беріледі. Бұл костюмдер қазірде әлем бойынша сәнге айналды. Қарапайым спорттық киім ғой деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ дәл осындай формамен мына сурет қай жерде және қашан түсірілген? Бұл сурет 1980 жылдардың ортасында Пусан қаласына жақын жерде бауырлар үйі деп аталатын мекемеде түсірілген. Бірақ бұл спортшылардың үйі емес. Шын мәнінде бұл мүлде басқа орын. Оны түсіну үшін тарихқа көз жүгірту керек. 1980 жылдары Оңтүстік Корея үшін ерекше кезең болды. 1948 жылы Корея ресми түрде екіге бөлінді. Оңтүстік және солтүстік болып. Ал Оңтүстік Корея бүкіл әлемге өзінің дамығанын көрсеткісі келді. 3 жылдық соғыстан кейін экономика қарқынды өсіп, халықтың жағдайы жақсара бастаған еді. Бірақ соғыстан кейін мыңдаған жетім балалар қалды. Ал үкімет оларды қорғауға уәде берді. Осылайша бауырлар үйі сияқты мекемелер ашылды. Бір қарағанда бұл балалар үйі сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ шындығында үкіметтің мақсаты мүлде басқа болды. Билік қоғамда тәртіп орнату үшін осындай үйлерді көбейтті. Бірақ бұл жерлерде тек жетімдер ғана емес, үйсіздер мен кедейлер де күштеп әкелінді. Балалар мен ересек қаңғыбастарды бір жерге жинады. Полиция адамдарды көшеден ұстап, ешкімге көрсетпестен осындай мекемелерге апарды. Бұл әлеуметтік қорғау туралы заң деп аталынады. Бауырлар үйінде шамамен 20 фабрика жұмыс істеді. Ал оларды ұсталған адамдар еңбекпен қамтамасыз етті. Онда бірнеше мың адам отырды. Олардың ішінде балалар, үйсіздер және тіпті үкіметке қарсы шыққан студенттер де болды. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, оларды үйсіздіктен құтқарып, баспана мен жұмыс берді ғой деп. Бірақ шын мәнінде оларды азаптады, ұрып соқты, зорлады, тіпті өлтірді. Мұндай еңбек лагері түрмеге емес, нағыз концлагерлерге ұқсайтын. Ең сорақысы, бұл туралы ешкім білмеді. Бұл адам құқықтарын өрескел бұзуы еді. Ал сериалмен қандай байланысы бар? Тек киім ұқсастығы ғана ма? Бұл оқиғалардың шындығы 2016 жылы ғана анықталды. Сол жылы Associated Press агенттігі осы жайлы мақала жариялады. Кейбір тұтқындар тірі қалып, басынан өткендерін баяндады. Солардың бірі Хан Джон Сун. Ол небәрі 8 жаста болған. Әкесімен бірге қалаға келген кезде оларды полиция ұстады. Балаларды автобусқа салып, күштеп белгісі жерге алып кетті. Ол жердің әлеуметтік көмек орталығы деп аталатынына қарамастан, шын мәнінде ол адамдарды күштеп ұстайтын концлагер еді. Куәгерлердің айтуынша тұтқындар ауыр еңбекке жегілді. Олар құрылыс алаңдарында, зауыттар мен фермаларда жұмыс істеуге мәжбүр болды. 1970-80 жылдарды оларды зорлап, азаптап, нәтижесінде жүздеген адам қорқынышты жағдайда қайтыс болды. Тағы бір тұтқын Цой Цин 13 жасында мектептен қайтып келе жатып,
оны полиция ұстап алады. Оның сөмкесінде жарты бөлке нан болған. Ал полицейлер нанды ұрлады деп айыптап азаптайды. Ақырында Цой мойындауға мәжбүр болады. Сөйтіп оны бауырлар үйіне жібереді. Ол бірнеше жыл бойы сұмдық жағдайларды бастан кешіреді. Цойдың айтуынша бұл лагерь әскери тәртіпке ұқсайтын. Онда бас командирлері деген сияқты адамдар болды. Оларды әкімшілік өзі тағайындайтын. Оларға ерекше артықшылықтар берілетін. Бұл жүйені одан сайын қатал етті. Ата-аналар балаларын іздеуге тырысқанымен полиция арыздарын да қарамады. Бұл жағдай ондаған жылдар бойы құпия болып сақталып келді. Бірақ 1980 жылдардың ортасында бұл орталықтар туралы қауесеттер тарай бастады. Цойдың әкесі де осындай сыбыстарды естіп, ұлдарын іздеуге кірісті. Ақыры 1986 жылы үкімет бұл орталықты жауып тастауға мәжбүр болды. Осы оқиғалардан кейін көпшілік кальмар ойынының шындықпен байланысы туралы ойлай бастады. Өйткені сериалдағы кейіпкерлер де қарызға батып, күштеп қатыстырылған ойынға түсті. Пак Ин Гуэн деген адам бауырлар үйін басқарған. Бір жылдан кейін ол парақорлыққа қатысты іс бойынша қамауға алынды. Ал орталық жабылды. Бірақ ең қорқыныштысы, оны балалар үйінде болған сұмдықтар үшін емес, жемқорлық үшін ғана 2,5 жылға соттады. Сол жерде болған қорлық пен қылмыстар үшін ешкім жауапқа тартылмады. Цойдың ағасы 2009 жылы өз-өзіне қол жұмсады. Өйткені бауырлар үйіндегі азапты өмірді ұмыта алмады. Цой кейін Хан есімді жігітпен танысты. Ол сол жерден тірі шыққандардың алғашқылардың бірі. Екеуі 2012 жылдан бастап Оңтүстік Кореяның ұлттық жиналысының алдында наразылық акцияларына қатысып, бауырлар үйіне қатысты мемлекеттік тергеу жүргізуді талап етті. Ал жақында сол жердегі күзетшілердің бірі сотталды. Бірақ бұл азаптау жүйесін ұйымдастырғандардың көбі әлі де бостандықта. Иә, әрине, бұның бәрі шынымен де қорқынышты. Бірақ осының бәрінің кальмар ойынына қандай қатысы бар? Міне, дәл осындай жағдайлар сериалға шабыт болды деп айтуға болады. Бірақ мына нәрсеге назар аударсақ, кальмар ойыны сериалындағы жалпы стиль қандай еді? Бәрі өте ашық түстерде. Балалар ойын алаңы сияқты безендірілген. Үлкен фигуралар, түрлі түсті коридорлар. Бірақ бұл қатыгездікке толы өлім ойынына сай келмейді. Ал сіз бауырлар үйінің бастапқыда кімдер үшін ашылғанын білесіз бе? Жетім балалар үшін. Қазір интернетте бауырлар үйінің ішкі суреттері тарап жатыр. Бір дерексөзде бұл нағыз суреттер делінген. Басқасында олардың түп нұсқасы әлі расталмады дейді. Мүмкін бұл қараусыз қалған басқа бір балалар үйінің фотолары шығар. Немесе 1960 жылдардағы Оңтүстік Кореядағы балалар үйлерінің стандартты интерьері болуы мүмкін. Дегенмен де бұл балалар тақырыбына байланысты бір ерекше байланыс бар сияқты. Өйткені сериалдағы барлық сынақтар балалық шақтағы ойындар. Асық ойнау, конвертпен ойнау, қызыл жарық, жасыл жарық ойыны. Тіпті кальмар ойынының өзі кәдімгі балалар ойыны. Бірақ концлагерь ретінде сипатталған бауырлар үйінде ойындар қайда болған? Жауап спорттық жарыстарда. 1970-1980 жылдары Кореяда ел тарихындағы ең ірі спорттық жарыстар өтті. Азияда ойындары және 1988 жылғы Сеул Олимпиадасы. Үкімет бұл жарыстар үшін қалаларды тазартып, елді сыртқа әлемге жақсы жағынан көрсетуге тырысты. Әлемге Кореяда бәрі жақсы деген ой қалыптастыру маңызды болды. Ал енді сериалдың ішкі хронологиясын қарасақ, алғашқы өлім ойындары қашан өтті? 1988 жылы. Әлде сериал авторлары шын мәнінде бауырлар үйі мен осы тарихи оқиғалар арасындағы байланыстарды әдейі қосқан ба? Осы мәліметтерді жинай отырып, кальмар ойынының шынайы оқиғадан шабыт алғаны анық байқалады. Міне достар, әлемге әйгілі болған бұл сериалдың тарихында баяндадық. Бұл шығарылым сізді таңғалдырғаны анық. Егер ұнаса лүпіл басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Асия.